Сәлем, менің есімім Аяужан Қынабекқызы. Балалардың қимыл қозғалысының дамуымен жұмыс жасайтын моторлы дамыту маманымын. Қазіргі уақытта декреттемін. Сіздерге осындай балаларда өте жиі кездесетін шалқалақтауды талдамақшымын бүгін. Сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. YouTube арнамды жаңадан бастап жатырмын. Қолдап, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Шалқалақтау, бұл видеода сіздер шалқалақтау неден пайда болады, балада қалай көрінеді, не істеуге болады, алдын алу үшін не істеуге болады, сол жайлы білетін боласыздар. Шалқалақтау бұл қалыпты жағдай емес, балаларда қазіргі кезде өте көп балаларда кездеседі. Негізгі пайда болу себебі балаларда өте көп факторлар әсер етеді. Босанудан, жүктіліктен бастап баланың қазіргі уақытына дейінгі кезең. Туылу процесі, босану кезінде баланың анасының шығу жолында, құрсақтан, жатырдан шығу жолында ұзақ уақыт тұрып қалуы деген сияқты, немесе қандай да бір кіндігінің оралуы, гипоксиялық жағдайлар деген сияқты әсер етеді. Және туылғаннан кейін ең қатты әсер ететін, ол пайда болуына алып келетін, ол балаға дұрыс күтім жасамау. Дұрыс күтім жасамау дегеніміз, ол баланы біз көбінесе қалай күтім жасаймыз? Күтім деп отқанымыз, ол баланы қолға алу, қолда көтеру, баланы қолға алып отыру, емізу, жүргекін ауыстыру, қолда көтеріп жүру, осының барлығы баланың қолмен қарым-қатынас жасайтын барлық әрекетіміз күтімге жатады. Біз оны хендлинг заңдылығына сәйкес балаға физиологиялық әдістермен, зиянсыз әдістермен жасауымыз қажет. Ал бірақ та көпшілік аналар дұрыс емес жасайды. Яғни бұрыннан бізге әдет болып қалыптасып кеткен ол әдістер. Мен де осы білімді алғанға дейін өзімнің 2 қызыма осы әдістермен жасап жүрдім. Қалай қолға аламыз? Баланы қолға алған кезде немесе 2 қолтығынан ұстап көтереміз сразу, жоғарыға қарай, немесе жамбасынан және желкесінен ұстап резко көтере саламыз. Бұл көтеру кезінде баланың қалай әсер етеді? Балаларда алғашқы айларында тоникалық рефлекстер болады. Баланың басының, денесінің барлығын рефлекстер басқарады. Яғни ол аяқ қолдарын, баланың денесі, басы бір жаққа қарай бұрып, көтерген кездерде олан баланың рефлекстері, қандай да бір рефлекстері іске қосылады, оянады, көрініс береді. Біз баланы осылай резко қолға алған кезде баланың басы, естественно, оның денесімен салыстырғанда ауыр болып келеді және артқа қарай кішкене шалқалақтайды резко алған кезде. И ол кезде бізде ТЛР, наразгибания рефлексін біз жиі оятамыз. Күнделікті сіз қаншама рет қолға аласыз, емізу үшін, немесе жылаған уақытында жүргегін ауыстыру үшін деген сияқты, оянған кездерде. Сол уақыттар баланың күнделікті қаншама рет жасалынатын болғандықтан оны біз жиі оята береміз. Және сонымен қатар рефлекс маро бар, шошып аяқ қолдарын денесін сермеп жібереді аяқ қолдарын. Ол рефлексті де оятамыз. Оның барлығы балада кәдімгідей желке аймағында напряжениені туғызады. Яғни ол рефлекс баланың шалқалау, ат айтып тұрғанда разгибания, артқа қарай шалқалауы. Осы рефлексті біз жиі оятуының нәтижесінде болады. Және сонымен қатар қолда көтеру. Қолда көтерген кезде көбінесе осылай кекіртемін деп, немесе балам ішімен жатқысы келмейді, осылай туылғаннан үйретіп қояды. Баланың басын отырғызып, немесе баланың басынан ұстаған күннің өзінде де бала өзін денесін әлі орталық жүйке жүйесі әлі толық қалыптасып жетілмегендіктен бала басын мамам мені көтеріп тұр, басымнан ұстап тұр деп ойламайды. Қайта сіз оның басынан ұстаған сайын оның артқа қарай бала басын шалқалақтауы мүмкін. Сол үшін мына жерде бізде желке аймағы өте қатты сезімтал аймақ. Сол үшін баланы тікесінен көп көтермейміз. Баланы жерден алған кезде де резко қолға алмаймыз. Барлығы қырымен баланың физиологиялық әдіспен жасалыну керек. Осы арқылы біз шалқалақтаудың алдын аламыз. Ал қолда көтерген кезде алғашқы айларында көбінесе люлька әдісімен аяқ қолдарын кеудесіне жинап,
эмбрион позасында сіздің құрсағыңызда, иә, бала осы позада жатқандықтан алғашқы 2-3 ай 4-ші триместр, яғни анасының құрсақта 3 триместр өмір сүретін болса, бұл туылғаннан кейін ол донашивание, яғни 4-ші триместр болып саналады. Сол үшін де балаға осы құрсақтағыдай ыңғайлы, қауіпсіз позада күтім жасауымыз керек, көтеруіміз керек. Балаға сондай атмосфера создавать етуіміз керек. Ананың құрсағындағыдай белый шум қосамыз деген сияқты. Баланы осылай көтереміз. Тігінен кекірту кезінде, ол кезде алғаш тек қана сол уақытта ғана кекіртеміз. Кекіргеннен кейін жамбасынан опора жасамаймыз, тек қана артқа қарай кішкене өзіміз наклоняемся, артқаша өзіміз жатамыз да, кекіріп болғаннан кейін резко баланың позасын жаймен деп ауыстырып, люлька позасында көтереміз, немесе басқа позаларда да көтере беруге болады, жатқызып. Және шалқалақтаудың егер балада қалай көрінеді? Балаларда, кейбір балаларда қарапайым жай ғана ояу кезінде де шалқалақтайды. Қалай көрінеді? Үнемі бала осылай жатқан кезде жарық баланың сол жақ бетінен түсіп тұратын болса, үнемі бала осы жаққа қарайды и қатты шалқалақтап осы жаққа қарай қисайып жатуы да мүмкін. Банан тәрізді, бұл да шалқалақтау осылай көрінеді. Ал кейбір балалар аунағысы келеді, қырына қарай жатқысы келеді де, аунай алмай басымен қатты шалқалақтайды. Денесін полностью жиырып, группировать етіп, қырына қарай келе алмайды. Келе алмай шалқалақтайды. Немесе үнемі күнделікті үйде телевизор немесе анасы осылай жатқызып қояды, ар жақтан телевизор қосылып тұратын болса, мысалы, жыламасын, кішкене жата тұрсын деп қойып кететін болса, баланы телевизорға қараймын деп, бала жоғарыдағы саттағы немесе төбесінен үнемі балаларыңыз, үлкен балаларыңыз осы жоғарыдан бас жағынан үнемі қарайтын болса, сол жаққа қараймын деп, балада осындай біз провоцировать етеміз, яғни шалқалақтауды өзіміз пайда болғызамыз. Сол үшін баланы жоғары жағынан, ойыншықты, телевизор болсын, жоғары жақтан қаратқызбаймыз, дұрыс күтім жасаймыз, дұрыс қолда көтереміз, тігінен көп көтермейміз. Және балана егерде шалқалақтайтын болса, балада осы жаттығу жасасаңыздар болады. Люлька жаттығуы, немесе эмбрион позасына келтіреміз. Осылай алдыңызға алып, аяқтарын кішкене бүгіп, немесе табандарын бір-біріне жақындат, осылай тіреп қойсаңыз болады. Баланың арқасы оваль тәрізді кішкене дөңестенуі керек. Және қолымызды қойып, басын кішкене алдыға қарай жақындатамыз. Иегін сәл жақындатамыз. Сол кезде біз арқасы дөңестенеді. И осы позада баланың бас, омыртқа, жамбасы бір линияда жатуы керек. Осылай аяқтарын қойып қоямыз. Осы позада баланы алып отырамыз. Осы позамен кішкене сөйлесіп, баламен ойнатып, көзбен көз контакт орнатып, анасымен психоэмоциональды байланыс орнайды. Немесе осылай аяғыңызға қойып қойсаңыз болады. Қолдарын ұстап, баланың денесін тануына көмектессек болады. Алғашқы айларында баламен өте көп анасы тактильді контакт, яғни терісі арқылы жанасу контактісін көбірек оятуымыз керек. Қолдарын, алақандарын кішкене ашып, қолдарын ұстап, аяқтарын ұстап, осылай осы позада жатқызамыз. Бұл кезде бала бір жаққа қарай қисайып кетпеу керек, ровно жатуына көмектесіңіз. Немесе осындай диванның үстіне де, жұмсақ жерге, жастыққа да жасай беруге болады, чтобы баланың арқасы дөңестенуі керек. Немесе анандай пуф деген бар, қазір шыққан, оны алмасаңыз да баланы осылай көбірек алып отыруыңыз керек. Осы позада көбірек көтеруіңіз керек. Егер балаңыз осылай шалқалақтайтын болса, осы позада көп көтеруіңіз керек. Ең керемет әрі оңай, қарапайым жаттығу күнделікті 2-3 рет
қаншалықты көп жасасаңыз соншалықты жақсы. Осы жаттығу өте жақсы көмектеседі. Шалқалақтау балаға қалай әсер етеді, неге алып келеді? Шалқалақтау бұл баланың кейінгі моторлы дамуына кері әсер етеді. Қалай? Баланың шалқалақтауы ол баланың желке аймағында, арқа аймағындағы толықтай бұлшықеттердің тонусының жоғарылауына алып келеді де, бала уже ішпен жатқысы келмейді, арқасымен жатқанда мазасызданады, және ішпен жатқанда басын ұстау үшін басын көтеруге әрекет жасайды, бірақ әрекет жасаған кезде желке аймағында арқа аймағында тонус жоғары болғандықтан бала басын ұзақ уақыт ұстап тұра алмайды, бала мазасызданады, ішпен жатқысы келмей басын жерге қойып алады, жатқысы келмей жылай береді деген сияқты. Осылай баланың уақытылы дамуына, айына сай қимыл әрекеттер жасауына кедергі келтіреді. Сізде өзіңізде мысалға дұрыс емес жатып қалдыңыз, арқаңыз тырысып қалған кезде қолыңызды немесе қимылдата алмай бір қандай да бір дискомфорт, боль туғызады, біздің желке аймағымыз ауырсынып қалған кезде. Сол сияқты балада да өте қатты сондай бір боль туғызады, мазасыз. Баланың бұндай мазасыз болуын ата-аналар көбінесе тікенегі бар, немесе жауырыны жабысты деген сияқты сондай бір жалған ойлар келе бастайды. Өзім түсінемін, өзімде келінмін, ата-енемен тұрамын, жас аналарды өте қатты түсінемін. Бұндай уақытта балаңызға дұрыс көмектесе алуыңыз керек. Қарапайым массажистке апарып, немесе көршім жауырынын ашатын еді деген сияқты оларға апарып, баланы онсыз да арқа аймағы бұлшықеттері напряженно тұрған баланың қинап, тырысып тұрған бұлшықеттерін қинап, оның жауырынын ашып, жылатып, шыңғыртып, ондай стресс туғызудың қажеті жоқ. Балаға дұрыс физиологичный позада дұрыс күтім жасау қажет, дұрыс көмектесіп, балаға осы жағдайдан қалай дұрыс шығуға, ешқандай стрессіз, ешқандай зиянды жаттығуларсыз көмектесуге болады. Егер видео сізге ұнаса, пайдалы болса, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Маған ол өте маңызды. Және мен Инстаграм немді де аккаунтымда қалдырып кетемін. Ол жақта мен балалардың моторлы даму жайлы осындай пайдалы ақпараттармен, өзімнің қызымның дамуымен және 3 жылдық тәжірибемен бөлісіп отырамын, лайфхактармен, пайдалы ақпараттармен. Және де балаларға онлайн, офлайнда диагностика жасап, балаларды дамуын қарап тексеремін. Анасына дұрыс күтім жасауды, қалай үй жағдайында көмектесуге болатынын консультация жасау арқылы көмектесемін. Инста парақшама да тіркеліп алыңыз. Пока-пока.